Право алу емтиханы 2025 жылға келетін тест сұрақтарының бірі. Сізге ұзақ уақыт демалыс немесе түнеу мақсатында емес, жай ғана тұраққа қою үшін бұл екі жердің қай жеріне рұқсат етіледі? Видеоны пауза қойып, бұл сұраққа жауап беріп көріңіз. Бұл жол белгісі бізде тұраққа қоюға тыйым салады. Бірақ бұл жол белгісінің әрекет ету аймағы келесі жол қиылысына дейін. Ал егерде елді мекеннің ішінде жол қиылысы жоқ болатын болса, елді мекен аяқталам дегенше бұл белгі әрекет етеді. Бізге келген сұрақта бұл жол белгісінің әрекет ету аймағы елді мекен аяқталам дегенше. Сол себепті бұл жерде екіге тұраққа қоюға тыйым салынады, бірге рұқсат. Осы жол белгілерде келесі қиылысқа дейін немесе елді мекеннің ішінде елді мекен аяқталам дегенше әрекет етеді. Егер де сізге 2025 жылғы право алу емтиханында автосында келетін тест сұрақтары керек болса, профильге өтіп сілтемені басып WhatsApp-қа жазыңыздар.